Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін табиғи ашытқыдан апара жасап көрсетемін. Менде ашытқы құрамы 10 мен судан тұрады. Алдымен осы 30 грамм ашытқымыздың үстіне суымызды құйып аламыз. Одан кейін 30 грамм ұнымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Арасында іртік қалмау керек. Бұл табиғи ашытқыдан апарамыз. Дрожждың орнына қолдануға болады. Осыған банкіге салып 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Одан кейін көтерілгеннен кейін қамырымызды илейміз. Бұны көтерілгеннен кейін бауырсақ істеуге, кәдімгі нандарды пісіруге болады. Зиянсыз табиғи ашытқы.